Бүгін біз бас әріппен жазылатын сөздер туралы білімімізді толықтырамыз. Сабақ барысында кісі аттарын, жер, су атауларын және де басқа да бас әріппен жазылатын сөздерді үйренеміз. Бүгінгі сабақ қызықты әрі танымға толы болмақ. Бас әріппен жазылатын сөздердің сырын ашып, оларды сауатты жазуға жаттығатын боламыз. Балаларға ереже оқылып, ережені жаттап алу ұсынылады. Бірінші жаттығу. Мәтінді кезектесіп оқу әдісі. Қараторғайдың ұясы. Торғайдың ұясы бала күндегідей көңілді, сәлеметсіз бе Ержан ағай деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің деді. Жұқа таяқты деп жүрмін деді Берік. Қайтесің ол жұқа таяқты деді ағай. Қайтесің ол жұқа тақтайды деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз. Оны мұндай жерден іздей ме екен, жүр менімен деп шеберханаға ертіп келді. Келесі тапсырма рөлге бөліп оқу. Оқушылар жасанды интеллект арқылы жасалынған көмектестер арқылы Қараторғайдың ұясы мәтінін рөлге бөліп оқиды. Ержан ағай, мұнда не істеп жүрсің? Жұқа тақтай іздеп жүрмін. Қайтесің ол жұқа тақтайды? Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз. Ержан ағай Берікке неге ондай тапсырма берді? Өйткені Ержан ағай үйде құстарға ұя жасаңдар деген. Берік құстарға не жасады? Берік құстарға ұя жасады. Балалар, енді біз сөздерді бір-бірімен не істеуіміз керек? Сәйкестендіруіміз керек. Сәйкестендіру ойынды оқу әдісі арқылы өтеміз. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс.
Топтық тапсырмада балалар қараторғай мен қарлығаштың ұясын салыстырады.